Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге қамыры езілмей түсетін бешбармақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді жуып тазалап, қазанға етімізді саламыз. Қазыны бірнеше жерінен осылай тесеміз. Қазанның астындағы от қайнағанша қатты болу керек. Етіміз қайнағанша қамырымызды илеп қоямыз. Салқын суға тұзымызды, жұмыртқамызды салып араластырып, илектен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Иленген қамырдың қаттылығы орташа болғаны дұрыс. Сонда қамырымыз әдемі біркелкі болып жайылады. Қамырымыздың илеуі қанғанша 20-30 минутқа қойып қоямыз. Етіміздің көбігін алып, астындағы отты жай қойып, етті 2-2,5 сағат пісіреміз. Қамырымыз 20 минуттай тұрды. Енді жая бастаймыз. Алдымен осылай үлкейтіп алып, кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен дөңгелетіп жая бастаймыз. Қамырымыз біркелкі жайылу үшін көбінесе екі шетін жаямыз. Қатты басудың қажеті жоқ. Қамырдың жұқалығы шамамен 1 мм болғаны дұрыс. Жайылған қамырды оқтауға осылай орап, видеодағыдай кесеміз. Және осындай бөліктерге бөлеміз. Етіміз піскен соң сүзіп аламыз және тұздығымызды дайындаймыз. Ол үшін пиязды турап, сорпаның бетіндегі майды кішкене құйып, пиязды тұздығымызды отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Қайнап тұрған еттің сорпасына қамырымызды бір-біреуден сала отырып, шамамен 3-5-7 минуттай қайнатамыз. Қайнаған соң мұздай су құйып, қамырымызды түсіріп аламыз. Содан соң қамырымызды осылай бірнеше рет сілкіп алған дұрыс. Енді қайнаған пиязды, тұздығымызды құйып, еттерімізді турап салып, дастарханға қоямыз. Видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.